Біз бұл бейнеде ұзақ мерзімді активтер модулінде шаблон арқылы негізгі құралдарды қалай жүктеуге болатынын қарастырамыз. Ол үшін ұзақ мерзімді активтер бөліміне өтеміз. Кейін қозғалыстар плиткасынан ұзақ мерзімді активтердің қалдығын енгізу актісі қосымшасын ашамыз. Негізгі экранда оң жақ жоғарғы бұрышта орналасқан үлгі батырмасын басып Excel файлын жүктеп аламыз. Үлгімізді ашамыз. Енді негізгі құралдарға қатысты міндетті деректердің барлығын толтыру қажет. Негізгі құралдың атауын және инвентарлық нөмірін көрсетеміз. Егер негізгі құрал кітапханалық қор болмаса, санын 1 деп көрсетеміз. Модель, чертеж, зауыттық нөмір және жасалған күні толтыруға міндетті өрістер емес. Әрі қарай пайдалануға қабылдау актісінің нөмірін және пайдалануға берілген күнін көрсетеміз. Штрих-код өрісін толтыру міндетті емес. Енді пайдалану сипаты өрісіне өтеміз. Мұнда код көрсету қажет. Ол үшін Excel файлының екінші парағындағы анықтамалықты ашамыз. Егер негізгі құрал консервацияда болса, тиісті кодты көрсетеміз. Біздің мысалда негізгі құрал амортизациямен, сондықтан 3 кодын көрсетеміз. Келесі қадамда объектінің орналасқан мекен-жайын енгіземіз. Gov коды өрісі міндетті емес. Қажет болған жағдайда анықтамадан керек кодты алып толтыруға болады. Келесі өріс ұзақ мерзімді активтің қосалқы тобы. Анықтамалықты ашып қажетті кодты таңдаймыз. Біздің мысалда монитор болғандықтан компьютерлік жабдықтың кодын аламыз. Одан кейін бірыңғай бюджеттік классификатор кодын көрсетеміз. Көп жағдайда ұйым ішінде бір ғана код қолданылады, соны енгіземіз. Содан кейін ерекшелігі өрісін толтырамыз. Егер код белгісіз болса, оны анықтамалықтан қарап алуға болады. Келесіде қаржыландыру көзін көрсетеміз. Кодты анықтамалықтан таңдаймыз. Амортизация есептеу әдісін таңдаймыз. Біздің мысалда біркелкі әдісі қолданылады, сәйкес кодты көрсетеміз. Әрі қарай негізгі құралдың бастапқы құнын енгіземіз. Сондай-ақ алу кезіндегі тозу сомасын, яғни осы кезге дейінгі жинақталған амортизацияны көрсетеміз. Осылайша үлгінің қалған жолдарында толтырамыз. Толтырғаннан кейін файлды сақтап жүйеге өтеміз. Енді үлгіні жүйеге жүктейміз. Ол үшін негізгі экранда қосу батырмасын басамыз. Ашылған формада құжаттың негізгі бөлігін толтырамыз. Құжат нөмірін енгіземіз. Есепке алу күнін көрсетеміз. Кейін тізімнен материалдық жауапты тұлғаны таңдаймыз. Барлық өрістер толтырылғаннан кейін келесі батырмасын басып құжатты сақтаймыз. Сақтағаннан кейін экранның оң жағында шаблон бойынша жүктеу батырмасын басып алдын ала толтырылған файлды жүктейміз. Егер жүктеу кезінде қате шықса, жүйе қай өрісте қате бар екенін көрсетеді. Бұл жағдайда үлгіге қайта оралып, қателерді түзетіп, файлды қайта жүктеу қажет болады. Сәтті жүктелгеннен кейін төменгі бөлікте барлық жүктелген негізгі құралдар көрсетіледі. Деректерді тексеріп бекіту батырмасын басамыз. Осылайша біз үлгіні толтырудан бастап, оны жүйеге жүктеу және бекіту процесін толық қарастырдық.